Қыс мезгілінде теріміз көбірек құрғайды, қабыршықтанады, кейбір адамдарда суықтан қызару да пайда болады. Бүгін біз сіздерге қыс мезгілінде теріні суықтан қалай дұрыс қорғау туралы айтамыз. Суық жел, температураның күрт ауысуы, үйдегі құрғақ ауа, бұлардың бәрі терінің қорғаныс қабатын әлсіретеді. Соның салдарынан бет тартылып, қызарып, бөртпе де шығуы мүмкін. Жақсы ылғалдандыру керек. Мына температураға байланысты және үйдің ішіндегі немесе помещениедағы ішіндегі температура құрғақ болады. Сондықтан міндетті түрде ылғалдандыру керек теріні. Бірінші бастапқы әрине бізде очищение дейміз, ол тазарту және де одан кейін этаппен бөлінеді. Но бірінші мақсат бізге жақсы ылғалдандыру теріні, солай болады. Қыста дұрыс күтім негізінен 4 қадамнан тұрады. Біріншісі жұмсақ тазарту, қатты пенкалар, скрабтар қолданбау. Екіншісі ылғалдандыру, гиалурон, пантенол, алоэ, керамиттер, лосьон немесе тонер қолдану міндетті. Үшінші қорғаныс кремі. Қалыңдау текстура, міндетті түрде барьер крем немесе церамид крем болуы керек. Төртіншісі SPF. Қыс болса да, күн сәулесі теріні қар арқылы шағылыстырады. Сондықтан SPF 30-дан бастап қолдану жеткілікті. Міндетті түрде құрамында пантенол болу қажет, керамиттер болуы мүмкін, пептидтер болуы мүмкін. Сол құрамдарды көрсеңіз, міндетті түрде алуға болады. Қысқы күтім ұзақ процедура емес. Тек дұрыс өнімді таңдап, бетіңізді ылғалдандыруды ұмытпаңыз. Бастысы теріңіздің саулығы.